Қазақ даласына алғаш рет ғажап әуенмен айтылған әсерлі әнұранның авторы 1943 жылы 27 жаста ғана болатын. Әкесінен кейінгі рухани әкесіне айналған Мұхтар Әуезов Қазақстан КПСС орталық комитетінде өтетін бір іс-шараға үйінде тұратын семейлік шәкірті Қайым Мұхамедхановты ертіп барады. Жиында Сталиннің әрбір республикада өзінің мемлекеттік әнұраны болуы тиіс қаулы қабылданады. Содан кейін көп кешікпей, әнұранның әуені мен өлеңіне бәйге жарияланады. Оған жас ерекшеліктеріне қарамай, кәрі жас сазгерлер мен ақындар құлшына кірісіп кетеді. Өнер жарысындағы жеңістен үміткер ақындардың көпшілігі Мұхтар Әуезовке иек сүйейтіні белгілі. Қайым Мұхамедханов бәйгеге қосатын өлеңін комиссияға өткізіп, өзі Алматыдан Семейге қайтып кетеді. Содан 1945 жылы Алматыға шақырылады. Қонақ үйге орналасып жатқанда Әбділда Тәжібаев келіп, анау-мынауға қаратпай, үйіне апарып құрметтеп күтеді. Семейлік жас ақынды одан кейін Ғабит Мүсірепов шақырады. Қайым олардың неге соншама бәйек болғанын Ғабиттің үйіне барғанда түсінеді. Әңгіме арасында Ғабит Мүсірепов: Қайым, бәйгені сенің өлеңің алатын шығар. Әбділда екеміз оны оқып, аздап түзетіп қол қойдық дейді. Қызықтың көкесі партия комитетінде болған Қайым былай әңгімелейді: Мені орталық комитетке шақырып алып, өздеріне өлеңімнің ұнағанын, алайда оған біраз түзету енгізген Ғабит Мүсірепов пен Әбділда Тәжібаев қосалқы авторлар екенін хабарлайды. Өлеңімді алып оқысам, бастан аяқ өзімдікі. Бар жоқ түзету менің алғашқы ер қазақ деген екі сөзімнің біз қазақ деп өзгертілгені ғана. Орталық комитеттегілердің ол екі сөзімен неге безінгендерін түсіне алмадым. Сірә өз халқымызға қатысты ер қазақ деген теңеуден қорыққан болар. Мен ол жағын қазбаламай, екі қосалқы автордың қажеті не дедім. Олар біз деген сөзді қос демес пе деді. Мен де өзгерткісі келген екінің бірінің қолынан келетін ол түзету шынымен шығармашылық өнер болғаны ма дедім. Бұдан кейін де Қайым ол түзетуге қосалқы авторлардың болуына қарсылық білдіріп келіспейді. Сөйтіп жүріп, Ғабит Мүсіреповтің өлең сөзін бекіттіріп алу үшін Мәскеуге аттанып та кеткенін білген жоқ. Осылайша өлең сөзі бекітілді. Қосалқы авторлар өз дәрежелеріне қомақты қаламақы алды. Ал Қайым Мұхамедхановқа ол екеуінен артылған азын аулағы ғана бұйырады. Артында мерекелік дастархан ұйымдастырылады да, Қайым бар жоқ қаламақысын соған өткізе салады. Салтанат кезінде Мұхтар Әуезов әлгі қосалқы авторларға қарата қатты сөз айтқанмен бәрі де кеш еді. Ел тілегі әуенінің тағдырын тауқыметке ұшыратқандар енді оның әуенінде әлекке салады. Байқауға қатысатын сазгерлерге байқауға түскен өлеңдердің өздеріне ұнағанын таңдап алу еркі берілген. Дарынды сазгер Мұқан Төлебаевқа Қайым Мұхамедханұлының өлеңі ұнайды. Қыранды қыран қиядан көреді. Мұқан мен Қайым табысып, өлең мен әуенді үйлестіру жолында бірлесе тер төгеді. Өлеңді қосылып оқып, әуенді қосылып тыңдап, әбден жарыстырады. Қызық болғанда, әуен авторы да үшеу болып шыға келеді. Мұқан Төлебаевқа Латиф Хамиди мен Евгений Брусиловский тіркеліпті. Ол екеуінің де толықтырулары Қайымға қосақталған авторлардың өзгертулерінде ғана екен.
Қайым Мұхамедханов өзіне жасалған қиянаттан арылу үшін күресуге жол ашылған кезде шындықты іздеп көп бейнеттенеді. Қазақстан КПСС орталық комитетіне хатшысына хат жазады. Өкініштісі, Қайым Мұхамедхановқа шырғалаңнан құтылу тым ауыр болып, 40 жылдан аса уақытын сарп етеді. Қаншама шырғалаңға тап болса да, ақыры түбінде шындық жеңіске жетеді. Оның арызы бойынша 1980 жылы құрылған комиссияның тиянақты жұмысының нәтижесінде алғашқы қазақ гимнінің авторы Қайым Мұхамедханұлы деген тұжырым жасалады. Бұл әңгіме осымен аяқталған шығар деп жүргенде, осыған ұқсас тағы бір оқиға болады. Кеңес үкіметі ыдырап, тәуелсіздік алған республикаларда өздерінің ұлттық рәміздерін жасау басталады. 1992 жылы Қазақстанда мемлекеттік гимннің әуені мен өлеңіне жаңадан бәйге жарияланып, Қайым Мұхамедханұлы оған да қатысуды жөн көреді. Үміткерлердің өлеңдері комиссияға бұл жолы да бүркеншік атпен ұсынылды. Қайым Мұхамедхановтың бүркеншік аты Уақ руының бір атасы Шоға болыпты. Байқаудың әр кезеңінде тәуірде біріктелген өлеңдер баспасөз бетінде жарияланып тұрды. Өлеңдердің көркем қуатты, елді, халықты мақтауы иланымды да ізгілікті болуы талап етілгені белгілі. Беделді комиссия Шоғаның өлеңін сол талапқа сай деп бағалап, бәйгенің 2 кезеңінен де үздік деп атаған. Осы жөнінде комиссия мүшелерінің бірі, белгілі жазушы Ғаббас Қабышұлы былай деп жазады. 3-ші шешуші кезеңнің мәжілісі қайда, қашан өткізілген, менен басқа тағы бірнеше мүшелер білмей қалдық, қалайда шақырылмадық. Кешегі кеңестік бригадалық тәсілдің жаңаша қолданылған гимннің өлеңіне 300-дің 3 ақыны және әлеуметтік теңдік үшін әйел ақын автор болған газеттен оқып, еріксіз таңдандым. Бұл қалай дегеніме жауап болмады. Мемлекеттік рәміздер жөніндегі 3 комиссияға да мүше болған жазушы Герольд Бельгердің кейінде жазғаны. Маған 64-ші нөмірлі өлең бірден ұнады. Ол Қайымның қаламынан туған екен. Мен соны құптап дауыс беруді ұйғардым. Ал бір таныс ақын бәйгені басқа өлең алатынын айтты. Бәйгеде текстің өзі емес, ол тексті қолдайтын кісінің жеңетінін сонда білдім. Байқау қорытындысында жеңіс баяқша 3 авторға емес, жаңаша 4 авторға бұйырды. Ол авторлардың кейбірі қолдауды әдебиет ауылынан емес, саясат ауылынан іздеп, парламент депутаттарына қолқа салғаны кейінде әңгімеленіп жүрді. Семейдегі Қайымға астаналық жоғары лауазымдылардың бірнешеуі телефон соғып, бұл жолы да өлеңін қосалқы авторлар алуы дұрыс боларын ескертеді. Ол ақылға Қайым әлбетте бұл жолда көнген жоқ. Бірақ ежелден қалыптасып келе жатқан бригадалық тәсілмен қабылданған өлеңнің ғұмыры ұзаққа болмады. Жұртшылық наразылығы құлағына жеткен парламент қайтадан жаңа бәйге жариялау арқылы қазіргі әнұранды таңдады.